достар, мен ек деген анимацияны жасаймыз енді ары қарай. Мен кейін атын өзгертемін. Міне, өткен жыл шыққан көрсеткіш. Біз барлық денесін бітіруге де таман қалдық. Аяғы мен қолдары ғана қалды, болды. Бүгінгі бөлімде біз аяқтарын жасаймыз. Аяғы оңай деген мен бәрібір оңай шаруа емес. Оның жерде мене бар ғой дайын түстерді таңдаған. Қайда ол? Мынау емес сияқты, мынау сияқты. Аха, міне. Бірінші аяғын. Өзімен шаршатты. Былай сызамыз. Сонымен аяқтарын копировать етуге болады, жай ғана қимылдатып. Ой, әйтеуір мына флиппоклип табады ғой, бір қос қылдық жақты. Так, да, бұл аяғын саламыз. Ой, тонкостін таңдау қажет, тым мынау. Қатты, әдемі шықпайды оның. Ақырындап жасау қажет. Өшіргіш маған қажет. Өшіргішті кішкентай екен. Енді бұлай сүртемін. Бұлай. Осыны енді копировать етемін. Іске асты. Мынаны қою қажет. Так, аяқты енді мұнда қоямыз. Мынаны былай. Қалайынан қисайтуға болады? Былай. Жоқ, бұл кішірейтеді. Так, мынаны машығап. Достар, ары қарай жалғастырамыз. Бұнда қоямыз, тағы да бір аяқ. Короче, мынаны өзім салуым қажет сияқтымын қолмен. Солай сияқты енді. Сендер мысалы, достар, маған бір подсказкаларын, енді сендерге бір подсказкам бар, жақсы анимация шықсын деп ашуланбау қажет. Ашуланбау қажет. Ашуланбаған ол дұрыстың дұрысы. Ашуланған өртке айналады. Қауіпті өрт. Сонда мақалды таптым. Керемет емес пе? Шыққан көрсеткішті көрсетейін ұзақ сендерді. Күттірмей. Шыққан анимациямыз. Шыққан анимациямызды көріңдер ғой, енді. Менде анау. Сендер маған подписаться етіңдер демеймін енді. Енді менде қазір сендерге көрсетейін. Ектеген анимация, ол просто ойыма келген жаздым, кейін басқаша атын табамын бір. Енді әр анимацияда дұрыс ат болу қажет. Менде амал болмағандықтан бар ойыма келген сөзді жаза салдым, болды. Өйтуге болады ғой енді.
Мхм. Рахмет. Ой, ну 3D анимация жасасам келіп